Сәлем достар, егер сіз YouTube канал жүргізуге ниша таппай жүрген болсаңыз, бұл видеоны аяғына дейін көріңіз. Кез келген адамның өзінің сүйікті ісі болады. Оны былайша айтқан кезде хобби деп атаймыз. Сол хобби арқылы ол YouTube канал жүргізіп, сол нишаны таңдап кетсе болады. Мейлі ол басқа жұмыс істеп жүріп, өзінің демалыс кездері, басқа бос кездері сол хобби арқылы YouTube канал жүргізе алады. Мысалға біреулер қол өнерімен айналысады, біреулер сурет салады. Мысалы мұғалімдерді және дәрігерлерді алатын болсақ, олар өздерін эксперт ретінде көрсету үшін және қоғамға пайдалы болу үшін өзінің білетін ақпараттарымен дәл осылай экранға қарап немесе белгілі бір нәтижені көрсетіп отырып, өзінің ақпараттарымен бөлісіп отырады. Дәл сондай сияқты кез келген адам өзіне сүйікті істі YouTube каналға ниша қылып таңдаса болады. Ниша таңдаған кезде сіз осы үш қағиданы ескеру керексіз. Оның біріншісі, сіз сол істі жақсы көру керексіз. Яғни сіз сол істі жақсы көріп істейтін болсаңыз, шын ықыласпен сол кезде осы видеороликтен сіздің айтып жатқан сөздерінен және түріңізден де белгілі болып тұрады. Екіншісі, сіз сол істі жасай алу керексіз. Мысалға, сіз оны жақсы көргенмен, оны дұрыстап жасай алмайтын болсаңыз, сіз сәйкесінше дұрыс көрсете алмай қаласыз. Мысалға, тағы да мұғалімдер алатын болсақ, олар скрин видео немесе осы тақтаға есеп шығарып көрсетіп жатқан кезде, яғни демонстрация кезінде оның барлығын дұрыстап нақты түсіндірумен айтып шешу керек, мән-жайдың барлығын. Себебі сол түсіндіріп жатқан кезде қанша ол істі жақсы көргенмен дұрыстап аша алмайтын болса, ол кезде оның подписчик және просмотрларда сәйкесінше аз болатын болады. Және де үшінші қағида, ол орысша айтқан кезде востребовано, яғни қазіргі кезде ол сұранысқа ие болу керек. Яғни осы үш қағиданы әр видео түсірген кезде сіз саралау керексіз. Яғни өзіңіздің видеоңыз просмотр көп жинала ма деген сияқты алдын ала сіз білу керексіз. Осы үш бұрыш қылып жасап алатын болсаңыз, сіз жақсы көресіз біріншісі, және екіншісі сіз соны жасай аласыз, және үшіншісі қазіргі кезде ол сұранысқа ие болу керек видеоларды сіз түсіру керексіз. Сол кезде сіздің просмотрыңызда барлығы керемет болады. Себебі барлығына қызық болатын болса, ең басты нәрсе адамның назарын ұстап қалу. Яғни сіздің видеоңызда удержание көп болатын болса, соншалықты сіздің видеоларыңыз ары қарай рекомендацияға шығатын болады, және поискқа терген кезде де сіздікі шығатын болады. Және поискқа теру үшін өзінің белгілі бір инструменттерде болады, оның барлығын зерттеп алған дұрыс. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі видео сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.